Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге әлде дос каналы. Бүгінгі видеода біз қытырлақ картоп, яғни айтқанда чипси туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Егер видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және комментарияға қандай заттардың зияны туралы шығарайық, соны да жазып кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Қытырлақ картоп, яғни айтқанда чипси, балалардың және үлкендердің ең сүйікті тағамына айналған. Оның зияны туралы қанша рет айтылса да, көңіліне тоқып жүргенде жастар аз. Чипси кез келген бұрышта әдемі безендіріліп және әдемі бағада сатылатын болады, және оның дәмі де жастарды, үлкендерді қызықтырады. Яғни сіз оның дәмін көргеннен кейін уже келесіде де алғыңыз келе береді. Және тағы да айтып кеткенде, оның сырты, яғни айтқанда сырт келбеті, мысалы чипси, фан, лейс, солардың бәрі адам тартады, яғни айтқанда қызықты қылып жасалған. Және оның сатылымға шығудың бірден бір себебі, яғни сіз теледидар немесе инстаграм көріп жатсаңыз, рекламадан осындай чипсилар шығатын болады. Сіз соны көріп, яғни айтқанда тәбетіңіз ашылып, сондай заттар алып жейсіз. Қазіргі кезде ол фастфуд өнімдерінің бірі ретінде танымал. Дәрумендер мен минералды заттар мүлдем жоқ. Сол себебі онкологиялық аурулар пайда болуы әбден мүмкін. Және қытырлақ картоптың зияндығы туралы сіздерге айтып берсем. Сондықтан қытырлақ картопты құрамынан зерттедім. Яғни сіз қанша жерден оның қытырлақ картопты, яғни чипсидің зиянын білесіз. Ол туралы тіпті видеоларда көрген шығарсыз да, бірақ сіз оның зиянын ескере отырып, мүлдем сол чипсиді жемейсіз деп айта алмаймын. Әрине, 2 күннің бірінде, бір аптада бір болсын, сіз оны қолданып жейсіз да, өйткені сізде қызығушылық бар да. Ал егер сіз осы видеоны көретін болсаңыз, қызығушылығыңыз мүлдем болмауы мүмкін. Өйткені мына видеода осы лейстің, чипсидің, яғни зияны туралы нақты айтылған. Ендеше біз жалғастырайық. Зерттеу барысында қытырлақ картоптың құрамында В2, В6, В9, К дәрумендері, кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігі 75% су құрайды. Қытырлақ картоптың құрамында тұз өте көп. Тұздың өте көп мөлшерде болу сүйектердің дұрыс өсуіне кедергі келтіреді және жүрекке әсер етеді. Қытырлақ картопқа әртүрлі дәмдеуіштер қосады. Бүгінгі таңда экология лас заманда адамдар ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс. Осыған орай дүкендерде көздің жауын алатын қытырлақ картоптарын көргенде әрине оның жегің келеді. Қытырлақ картоптың көп мөлшерде жеу адам денсаулығына зиян екеніне зерттеу барысында көзім жетті. Сол себепті чипсиді зияны тақырыбын таңдап алдым. Зерттеудің нәтижесінде мен енді дүкеннен қытырлақ картопты сатып алмаймын және сіздерге де сол сатып алмауды кеңес беремін. Себебі чипсидің жеген баланың ойлау қабілеті өте төмен болады екен. Чипсиді алғаш жегеннен бастап оны қайта-қайта жегіңіз келеді. Яғни айтқанда, сіздің оған дейтін қызығушылығыңыз көбейе береді әр жеген сайын. Яғни айтқанда, бір авиатор, мысалға ақша тегетін ойындар сияқты, бұл да сіз соған бауыр басып жегіңіз келе береді. Чипсиді алғаш жегеннен бастап соны қайта-қайта жегіңіз келетін себебі, өйткені сіздің оның дәмі сізге ұнап қалады, оның бағасы да ұнап қалады. Сөйтіп сіз оны күннен күнге қолданып көп жейтін боласыз. Сол себепті адамдар семіздікке ұшыратады. Бір жағынан жүрегіңіз май басып кетеді. Яғни айтқанда, ол жүрегіңізді май басса, сіз қозғала алмайсыз, сонша жүрегіңіз ауырады. Жүрек май басты деген уже сіз аурусыз. Сондықтан адам ағзасына аллергия пайда болуы әбден мүмкін. Қытырлақ картоптың зиян тақырыбын зерттеудегі мақсатым чипсидің сапалық құрамын анықтау, адам организміне зияны қандай және сіздерді оны қолданбауға кеңес беруім. Енді бірден бір себебін айтып кетейік. Негізі чипсидің осы ең қауіптісі осы үш нәрсесі бар. Ол біріншіден семіздікке апаруы, жүректің май басуы, аллергия күшейіп кетуі және ойлау қабілетін төмендетуі. Қазір таңда осы чипсиді көбінесе жастар көп жейді. Мысалы 6 жаста, 7 жастағы балалар уже қолданып тұтына бастайды. Негізі тіпті жас балалар қазірден бастап жесе, уже 5-6 жылдан оның ойлау қабілеті мүлдем жоқ болып кетуі мүмкін. Өйткені ол 5-6 жылдан кішкентай кезінен, тіпті осы 5-6 жаста адамдардың миы керісінше дамиды да. Ал ол чипсиді, яғни қытырлақ картопты жеп, оны керісінше ары қарай дамуға
үлес қосылады да осы чипсилар. Енді осы видеоны үлкен адамдар көретін болса, балдарыңызға айтып қойсаңыздар, мүлдем чипси жемесін, өйткені оның ойлау қабілеті бұзылып, тіпті кері әсер беріп жіберуі мүмкін. Сол үшін оданша таза минералды заттар жеуге кеңес беремін. Мысалы, қалай айтсам болады. Ол чипсидің орнына оданша қара су алып ішсеңіздер болады. Ол миға дамуына әсер етеді. Негізі әр күні миллиондаған адамның жеген чипсилерінің өте қауіп төндіруге, тіпті кейбір ұйымдар темекіден секілді чипси қораптарының сыртына да денсаулыққа зияны деген ескертулер жазып керектігі ұсынуда. Чипси жеудің май ішуден айырмашылығы жоқ деген мамандар. Қатерлі ісіктен бастап салмақ қосуға, қант диабетіне, бедеулікке және паркинсон ауруымен қатар бірнеше ауруларға себеп болатынын білдіруде. Құрамында 10% мөлшерде май және 3% мөлшерде транс майы бар чипстерден күніге 35 грамдық бір пакет чипси жейтін адам бір жылда 5 литр май ішкен болады. Яғни ойлап көріңіз, мысалы, кәдімгідей сұйық май 5 литр бір жылдың ішінде соны ішіп біткен. Соны тіпті бір қасығын да іше алмайсыз. Әлемдегі көптеген қоғамдық ұйымдар, университеттер, қорлар чипсидің зияны туралы айтып түсіндірсе де, чипси жейтіндер одан есе көбеюде. Енді не дейміз сіздерге айтарым, чипсиді мүлдем қолданбаңыз, жаңа айтып кеткендей 5 литр май ішкендей бір болады дейді. Оданша оның орнына тойымды нәрсе, тым болмай жатса қара су алып ішіңіздер. Негізі осы қалай айтсам болады сіздерге, мүлдем чипси жаңағындай фастфуд мүлдем жеуге кеңес бермеймін сіздерге. Не дегенмен сіз өз денсаулығыңызды өзіңіз күтпесеңіз, ешкім күтпейді, айтады ғой. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңдер дегендей, оданша ауырмай тып-тыныш суыңызды ішіп жүрсеңіз болады. Өйткені қазір таңда осы чипсидің, яғни фастфудтың кесірінен талай аурулар жаңадан шығып жатыр. Оны былай қарасақ, экономика кінәлі дейді, бірақ шынын айтсақ, осы сіздің қолданып жүрген нәрселеріңіз кінәлі болып шығады. Енді сіздерге айтарым, чипси, фастфуд жемеңіздер. Енді сіздермен бірге болған Әлидос каналы. Видеоны басып лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және комментарияға қандай видео туралы түсірейік, соны жазып кетіңіздер, міндетті түрде болған. Сіздермен бірге болған Әлидос каналы. Қош, сау болыңыздар. Келесіге кездескенше.